Forbes тізіміндегі 3-ші адам Қазақстанға инвестиция салмақшы. Үндістандық миллиардер Гаутам Аданидің компаниясын Қазақстанның транзиттік әлеуеті қызықтырып отыр. Одан бөлек 20-дан астам елдің бизнесмені елімізге $1,5 миллиард қаржы құймақ. Миллиардтар қандай саламен өңірге бағытталады? Маржан Жұмабай баяндасын. Халықаралық инвесторлар, трансұлттық корпорациялардың көшбасшылары. Бұл форумға алыс жақын шет елден 600-ге жуық бизнес өкілі жиналды. Қатысушылардың арасында Үндістан, Қытай мен Ресейден келгендер ерекше көп. Қазір инвесторлардың географиясы құбылып тұр. Елімізде ресейлік компаниялардың көбеюі тікелей санкциялардың салқынымен байланысты. Бұрын Қазақстан нарығын таңдағысы келмейтіндер енді Еуразия кеңістігіндегі бизнесін жоғалтпас үшін бізге көшуде. Үндістандықтарды да қызықтырған сол. Еліміздің әлемдік картадағы орны. Адани компаниясы құрық портын кеңейтуге инвестиция салуға ниетті. Атап айтатыны, елге құйылатын қаржының басым бөлігі шикізаттық емес секторға бағытталған. Медицина жағына Ақтөбе қаласында ядерлық медицина орталығы, логистика жағынан құрық портының кеңеюі, ол жақта Симур деген компанияның жобасы бар. Одан басқа Индия компаниясымен бірге қол қойып жатыр. Одан басқа Шығыс Қазақстанда литий месторождениесі бар, өте үлкен жоба, соны қойып жатырмыз. Одан басқа Алматыдағы автокомпоненттің өңдеу жаңа заводы бар. Ауыл шаруашылығында өте көп жаңағы фрукты Алматы деген жаңа жобаны ашып жатырмыз. Қазіргі геосаяси жағдайда Қазақстан өзінің транзиттік әлеуетін барынша пайдалануы тиіс. Бұл елімізге 125 миллион еуро құйған франциялық компания президентінің пікірі. Қазақстанды біздің бизнестің Евразия аймағындағы логистикалық орталығына айналдыру жоспарда. Қазірдің өзінде орталық Азиядағы ең ірі компаниямыз Қазақстанда. Бүгінгі таңда елдегі кәсіпкерлермен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Болашақта біз инвестицияларымызды арттыра береміз. Халықаралық инвестициялық форумда бизнес өкілдерінен бөлек саяси лидерлерде бой көрсетті. Мақсат жаңа экономика жағдайында азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолдарын бекітіп, инвестицияны арттыру. Грекия мен Қазақстан арасында соңғы жылдары сауда мен туризм саласы жақсы дамуда. Бүгін үкіметаралық экономикалық және ынтымақтастық жөнінде хаттамаға және Қазақ Инвест пен Enterprise Greece арасында инвестиция саласында меморандумға қол қойылды. Бүгін Қазақстан Global Investment форумының аясында 25 меморандумға қол қойылды. Ел аймақтарына ақша салуға ынта білдірген 50 шақты компания өкілі ертең өңірлерге аттанады. Маржан Жұмабай, Ерлан Сарманов, Атамекен бизнес.